Балақай, сабақты жоғалтып алмас үшін алдымен каналға тіркеліп ал. Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін бізде 3-ші сабақ жас сәулетшілер үйірмесінде. Оқушылар сарайы, сарайдың қабырғасы, қабырғаның түсі қызғылт. Жаңа сөздер: қабырға, сарай, қызғылт. Берілген суретке назар аударсақ, астында оқушылар сарайы, сарайдың қабырғасы қызғылт, сарайдың қабырғасы деген сөз тіркестері берілген. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мазмұнда. Керекті сөздер: 13 жас сәулетшілер, ғимараттардың, оқушылар сарайының. Енді берілген мәтінге қараймыз және осы керекті сөздерді қойып айтуымыз қажет. Бұл жас сәулетшілер үйірмесі. Үйірмеге 13 оқушы қатысады. Үйірмеде ғимараттардың жобасын жасаймыз. Саша екеуміз қағаздан оқушылар сарайының жобасын жасадық. Яғни біз көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мазмұндап, осылай дұрыс айтуымызға болады екен. Екінші тапсырма: тыңдалған мәтінге сәйкес сөздерді тіркестіріп жаз. 13 оқушы, ғимараттардың жобасы, жас сәулетшілер үйірмесі, жоба жасауды үйренеміз, оқушылар сарайы, әкем сәулетші. Осылай екі бағандағы сөздерді бір-бірімен тіркестіріп жазуға болады екен. Үшінші тапсырма: мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Саша екеуміз қағаз, пазл, ағаш, легодан жобалар жасаймыз. Кеше қағаздан көп қабатты оқушылар сарайының жобасын жасадық. Сарайдың қабырғасы биік, сырты қызғылт болды. Төбесі сары, мұнарасы әдемі, есігі үлкен әрі әдемі. Төменде сұрақтар берілген. Сұрақтарға мәтін бойынша жауап береміз. Әлібек пен Саша неден жоба жасайды? Әлібек пен Саша қағаз, пазл, ағаш, легодан жоба жасайды. Олар неше қағаздан ненің жобасын жасады? Олар көп қабатты оқушылар сарайының жобасын жасады. Сарайдың қабырғасы, сырты қандай? Сарайдың қабырғасы биік, сырты қызғылт түсті. Сарайдың төбесі мен есігі қандай? Сарайдың төбесі сары, есігі үлкен әрі әдемі. Төртінші тапсырма: бағандағы сөздерге керекті қосымшаларды жалғап сөйлем құра. Мен легодан ғимарат жасадым. Сен ағаштан ғимарат жасадың. Сіз қағаздан ғимарат жасадыңыз. Сендер пазлдан ғимарат жасадыңдар. Біз картоннан ғимарат жасадық. Осылай керекті қосымшаларды жалғап сөйлем құрасақ болады.
балалар, егер сабақ ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыз. Міндетті түрде оқимын. Сау болыңдар.